Төрт король жігіттер. Үшеуміз төртеу сендерге. Ара, бес. Яқ, бұқалап тұрсың сен маған ала бер. Жүрсін ақ мүйізін сындырып тастайын. Ишак, блин. Анас бестің қатарын полный жапшы. Сенің тартып алғаныңды күткенше, өзімнің тартылып алғаным жақсы емес па? Қашан шығасыз жолға? Үнді. Болды онда аға. Келем. Тағы да көрмейсіз бе? Жоғы жетеді бүгін, нормально. Бүрік емес, мұны до конца кетеді. Бауырым, шекарадан өттік. Алдын ауысып отырбасаң болады. Не дейсің, Қуат Хамитпен как қыз жағынан жолың болмағанда екеуің, иә? Сондай? Тура, осы Қуат Хамитов бар ғой. Иә. Сол, короче, Сабина енді публикация тарап кетті. Бүкіл Қазақстан біледі ғой енді просто. Иә. Оқысы. Білмеймін енді, қалай түсініп, қалай қабылдайтын сол кісі, короче. Ана, Сабина Алтынбековаға, короче, сөз салыватқан кезінде Сабина Алтынбекова андай қылады, отказ қылады, короче. Отказ қылады. И, короче, мен де қызыма сөз салыватқан кезінде, менің де қызыма отказ қылады, короче, екеуі. Бірдей ситуацияда. И сонымен, короче, ол Сабина Алтынбекованың жігіті де сақалды, нормальный жігіт, здоровый. Менің де Гүлшаямның күйеуі сақалды, здоровый жігіт бар. Ебать, екеуміз бірдей махаббаттан страдать етіп жүрген кезімізде, короче. Мына тұрардың ғашығы бар ғой, Мери. И, короче, ол да анау Қазақстанның футболист жігітіне тұрмысқа шығып кетеді. Ол да тоже сақалды, короче. Сақал жігіт. Үшеуміздің де историямыз бірдей ғой. Алматыда жүргем, таксовать етіп сол кезде. Бұйызып тұспан, қарасам, короче, Қуат бар, Тұрар бар. Екеуі Қапшаға кетіп барады. Мен жалдадым. Сонымен братан чотам дедім, короче, осыны деді. Сонымен, короче, енді сіздерді мен неден көріп жүрмін, интернет желісінен көріп жүрмін, осындай. Үшеуміздің историямыз бірдей екен. Үшеуміз Қапшаға кетіп қаламыз, короче. Қуып. Шеше деп. Жаңа махаббаттан жол болмады ғой, Махаббаттан, үшеумізден де махаббатымыз, короче, андай. Бірдей ғой, короче. Қуаттікі де, Тұрардың де, менің де, короче, қыздар. Үшеуміздің де қызымыз, короче, сақал жігіттерге тұрмысқа шығып кеткен. Осы сақал жігіттерге болғанда қалай енді сақал қойып алғанбыз. Енді ердің көркі сақал, елдің көркі мақал дейді ғой. Енді сақал жігіт, мойындау керек, реңді болып келеді. Енді солардан қалмайын деп, алттау сақал қойып алғаным бар да енді. Негізі любой затта уақыт емші ғой. Қазір қаншама уақыт өтті да сол жылдан кейін да. Ұмыттым ғой мысалы қызыңды ұмытпадым емес та. Одан кейін жүрек кәдімгідей қақ айырылған жүрек жаралы қасқырым деп Мұрат Әбділда айтпақшы. Кейін одан кейін жүрегіміз әйтеуір бүйтіп құрастырып дәрі іштік па, нормально болып кеттік. Жүрегіміз бітеліп кетті. В общем, жарасы. Негізі онда бекерден бекер айтпайдым. В общем, қайырсыз деп айтады енді. Может, о кісілермен біз жаңалдегіде Тұрар ана кісімен, Қуат ана кісімен, мен ана кісімен мысалға қосылғанда да, может, бізге ол нәрсе, ол кісілер қайырсыз болып, жарты жолдан ажырасып кетер ме едік деген. Каждый адам өзінің бақыты, сол болады ғой өзінің бақыты, Құдай өзі қосады ғой, Құдай өзі қосады. Сосын мынаған айтып қойшы, қайта қызына өлең жазбасын. Олға ұмытатын кез болды ғой. Ұмытатын кезі болды ғой деп. Өлең болды ма? Тағынан кешке дейін осы өлең. Все равно, братан, жібере алмайсың, короче. Жүрегіңде титтей болсын, короче, по-любому. Титтей болсын, отызда болды. Өлең болды ма? Қылқыдып, ойбай сүйіп қалды, есі кетпей қалды деп. Ол бөлек ол, братан, сен оны түсінбейсің. Солай ма? Біз үйленіп кеткеннен кейін түсінбейміз ғой, а? Сендер махаббаттар қандай? Ажырасып қандай? Бывшая деген тема болмаған, сразу үйленіп кеткеннен кейін сол нәрсені түсінбейсіңдер ше. Біздің теманы түсінбейсіңдер. Не дейсің енім? Түсінбедім. Жігіт деген сөздің расшифровкасы шықты ғой деймін. Қандай? Жігіт деген сөздің расшифровкасы Ж дегені в общем жоқшылықтан бастайды тірлігін, короче. Одан кейін істі болады, істі болғаннан кейін Г гусь болады, көтің сат ешкімге тиіспейді, ешкіммен ерегеспей жүреді. Осын жайлап бір іс бастайды. Сол істен в общем табысты болады. В общем жігіт деген сөздің мағынасы осылай. В общем ол любой жігіт мойындайды деп ойлаймын. Басынан өткен болса, басынан өтпеген болса, басынан енді өтеді, сол кезде менің сөзімді еске алады. В общем мынау ғой жаңа өңше болып гайға түсіп қалған. Сөйтіп маған звондайды келдім. Келсем жылайын деп сөйге. Гайдың алдында. Сен андай, короче, қалай түсіндірсем болады? Тізе. В общем,
шүкір деп айтайыншы, осы уақытқа дейін ше біреуге звондап через кого-то тірлік шешпегенмін да, короче. Өзім тірлігімді өзім шешіп жатырмын. Не только өзім тірлігім, біреудің де тірлігін шешіп беріп жатырмын. Шешіп беріп жатқанда мен решающий демеймін. Просто қалай айтсам болады, себепкермін да ше. Барлығы Алладан дейді, біз әшейін себепшіміз дейді, әңгімені ашына дейді. Вот сол сияқты сен просто момент жұмысқа келаттың да көз алдыңа біз тоқтап тұрып келдің да. Ана жерде сен таныстарың болып қалып, сөйтіп жіберіп мен шешіп. Звондады ғой? Кім? Звондады ғой, кеш деп. Кім звондады? Қамап тастайын деп жатқан еді машинаны деп. Звондады ғой? Енді сенің машинаң ғой, қарамайсың ба? Техас мотор жоқтан, страховка жоқтан мысалға да. Сен водитель емессің ба? Мен водитель. Көтің тыққанша ай дейсің міне. Водительсің. Мынауысы қайда мынауысы? Науысы ма? Сен алған кезде осы болды ғой? Жоқтығын. Болды. Мен бар кезде Машина алған кезде болды. Сәкен ұста келіңізші мені дәлелдейік. Нау базар. Мынау не болды? Мен көтіме тықтым бұны деп. Көтіңе тықтың. Нау жоқтығын. Мынау мынандай емес еді. Қой, мынау. Сен мінгеннен кейін осылай болып кетті. қой. Балоны тозып кетті сен мінгеннен кейін. Іші мынау же. Қысы жазы стеклосын жаппайсың. Енді бұған енді менің кінәм не? Документті өзің түзілемеген өзің кінәлісің. Қара енді бұл жерде, короче, компания, фирма болып тұр ғой, дұрыс па? Мысалға, ол бюджеттен ақша бөліну керек машинаға деп та. Бұл машинаға әшейін бір 5000 теңге ішкенге бензиннің өзі қалай бөлінетінін айтайын ба? Айқай шу маңдай термен бөлінеді, білесің ба? Қаша көрмей тұрсың, радиотқан жоқпын мен. Енді оны мініп аласында қызға мінесің шешек. Жоқ, мен қызға мінбеймін. Қаңғисың, оған мен кінәлім ба еді? Мен қаңғысам, мен өзім бензинімді құйып қоямын, орнына қойып қоямын. Ит па деп жалуға болады. Бауырым, аттастым кәші. Еркек жетейін, сөйлеспеш, итше қатты етіп атсың. Жазасың Көп сөз бұқсыз не басым, заказын істесей. Заказын істе сол сағат. Жазасың ба, жазбайсың ба, сразу айтшы. Өліп қалсам жазбаймын. Өлмей қалсам жазамын. Онда өлтіре салайын дейсің. Не жасай? Короче, мынаны 4 аяғын ауыстыру керек. Іште қылмайды. Пештің радиаторын ауыстыру керек. Сосын Машина жууға. Мен сенен көп сұрап отқан жоқ, 1500 теңге бер деймін. Ойбай, мен машина жумай қой, қазір жауын жауып кетеді міне. Есептесе сәл-сәл. Есебің жоқ, бәлесің ба, немене бәле? есебім жоқ мен. Есептей. Есеппен емес, ес сүйіп қосылдым дегенде болып тұр. Болды аласың ба, братан? Наждак жүр қалдым. Читата оқитының оқып кетші, інім. Жақсы. Братан, шабыт кеп жатқан жоқ, читата ше. Айтпақшы, бағана мынандай әңгіме есіме түсті ғой. Маған ше. Мысалға да. Жасың келіп үйлене алмай қаласың ғой, мысалға 30-дан асып кетесің ғой, бойдақ кезде да. Жасы шаң өтеді кетеді ше. Қазір қыз деген ақымақ емес ше. Мысалы айтайын ба? Қыздарды сұлу болмайды деп отырсың ба? Қыз деген қазір мынандай машина, қызға қызық емес. Мысалға да. Қызық емес шындай айтқанда. Қызға братан ауызық қой. Қыз же қызға ақшада қызық емес. Қыз қазір ақымақ емес, қыз деген ше. Ана үйің болса, Осынша ол да ақша ғой енді. бизнесің болса ше. Мысалға астында әңгіме жоқ, қымбаттау машина болса қызығады. Онда да ше машинаны ше. Қазір дүние деп санамайды қыз деген. Ақымақ емес. Қыз неге қызығады, братан? Айтайын ба? Сүйіп қосылсайшы қызға. Қыз неге қосылады? Айтайын ба? Қызығады неге? Айтайын ба? Қыз, короче, жігіт қыздың көңілін тапса, қыз соған қызығады. Әңгімен ашы. Қыз ол конкретно айтайын, ешқандай ақша, ешқандай дүниеге қарамайды. Сен түрің нормальный болып тұрса, жаңалегінде қыздың көңілін тапсаң, ол соған қызығады қыз. Бұл жерде көңілін табу деген не ол? Ухаживать ету, ол палең ақша кетіріліп тұр. Ақшаң болмай ма, қызға керек емес. Бля, саған кім теді екен сол қыз? Маған ба? Мен айтайын. Маған кім теді екен саған? Зере анамыздың келбетіндей, Хадиша анамыздың тектілігіндей. Сен саған лайықты болсыншы. Мен лайықтымын, альхамдулилла. Екеуі қайға асық келеді дей ма? Кетеді, өздері біледі әйтеуір. Үйленсең қатының жесін жаташы. Жоқ, ондай болмайды, братан. Жаташы таңдамай дейін жақты. Кетке тамақ Өткенде ана не істедің анау? Атыстық дедің ма, не қылдың өзінің? Қоя тұрш, братан, айлық түскен кешке бір қыз туралап жатырмын ше. Қандай қыз ол? Өзі, ондай қойшыш ол. Не ондай? Үйленедіңіз ба? Үйленедіңіз ғой я. Сөйлестірген қызым ғой өзімнің. Соны үйдегілермен. Гүл абау ана неден, жаным деген неден гүл сатады, әдейі. Жаным деген жақта ол? 5-те. 5 50 алтын астында ма? Мен үйіме напротив романтик деген бар ғой. Цвети не? Человек нужен, человек деп тұр ғой, короче. Жалпы негізі жаным күте жақсы дейді. Негізі түбі қолында Ақтаудан дастарханмен келеді, білесің ба? Білмеймін оны. Қаяқтан келсін, ояқтан келсін ше. Грузиядан келмейді. Мен ананы не подарка, не намекайте,
сразу дарите деген сол жерде цитата жаздырсам ба деп жүрген шығар анда романтиктің алдында человек нужен человек деген астына тағы да ше подарка не намекайте сразу дарите деп ше короче қызыңмен кездесіп жатсың бүгін иә ақтауда ма ақтауға кетіп жатсың бейнеуге барып қайтсам ба деп кім бұрады бейнеуде кездеспемекшің ба неге түсінбейсіз ғой менің өзім нем жаңағыдай ше короче ақша бітсе не болып кетеміз ғой күшейіп алысқа кетеді алысқа кетіп адам жоқ жерде қара қия жақта ма байғана жолда екі үш адам атыс болып кетпес аяқ жақта атыспайтын шығармыз деп отырмын енді жігіттер де алалар цехтағы автомат танки тобы алам сопровождениемен жүреді ағайындар ақшасын беріп қойған болды артында 45 километр садақ арқама байлап аламын как положено беліме профильдің артында тұр ол садақ салу әкеші болсын дайындап қояйын садақ дайындап қойсын осын беліме байлап аламын мынаны беліме байлап аламын оғын ал садақ мына оқ түспағанмыш бас түспағанмыш екі оқ қоймайды үшеу қолда ало оқ тақпай атыс болып кеткен кезде осымен атасың не жоқ па зенаның заты сияқты домалақ бар ғой бар білә ана жерде інім машина құтты болсын айтсын рахмет жігіттер қанша болды қанша түсті сендерге де бұйырсын грузиядан алып келдім братан $10,000 мен барғам сосын дәңгәлін айтайын $7,500 болды үшін сондай десе сөйтіп иә болмаған екен ол негізі иә сонда сен издевать кетіп отқаның ғой иә ол не аман ғой Айбек деген врач ғой келеді балдармен тұрып короче келеді амандасып балдардың арасында ең бойынша айтайын сонымен амандасып келеді да короче мен өтіп кетеді сонымен короче Айбекжан айналайын ойбай братан ренжімес байқамай қалдым деді мына айтып үлгермеді короче шойын шапалақ деді мына жерге сені сен жалпы негізі кішкентай болғаннан денең мықты ғой негізі өзім қошым келеді сенің денеңе качокқа айналып кеткен денең бұл качок болғанда ше короче бірақ негізі спорт болған ғой менде база күрес болған қазақша күрес ағайын тренер жаңағы аямайтын ол короче Қажымхан дейтін стадион бар біздің ауылда соны 10 рет айналдыратын ғой шаршап кетесің арбатта балалар кетіп қалды олармен кетіп қаласың төбелесің атысып кетесің олармен келеді ана мектептің балаларымен қырып алды мына мектептің балаларымен қырып алды ол балалармен қырып алды бір мектептің вечері болып жатыр кіріп барамыз короче мен ауылда кішкене андай избранный адаммын да короче сақталған ше бір жақсы бір есте қалатын ше қыздары көріп қалып танып қалып сонымен қыздармен артымен ұстап кетемін короче сол жерде балалармен мазия боламыз амандасып короче нормально сосын солар дастархандарына отырып короче сонымен билеп бір қызбен кетіп қалдым көрші қалаға гостиницаға кетіп қалдым гостиницаға барсам көрші 18-ге толмаған деп гостиницаға охранниктер кіргізбейді көрші шықтым такси тоқтатқанбыз ғой такси шумахер біреу 14 ай дейді буфермен басып кетті басқа гостиницаға бардым олар кіргізеді гостиницаның ішіне кірсем беті жүн кәдімгі әзербайжандар ма біреулер жүрді көрші бүйтіп хамбониктер ма грекриндер ма олар ойламады мен кішкентай болғанына короче андай кішкентай біреу бүйтіп басына ұстап құлап қалды аяқтан кетсін мен грекрин көрші бүйтіп бір ақырады көрші аяққа өтіп жатыр аяққа өтіп жатқан жерде мен көкпар шабамын да олдай көрші аяққа өтіп жатқан жерде мойнынан бүйтіп қысасың мойны бүйтіп екі сан балтырмен көрші санның ортасына кіреді көрші қысамын осылай қысып аламын да көрші құлағы сынбаған екен шеше құлағын сындырып жатамын көрші құлағын сындырып жатамын да көрші қызым жүгіріп келеді көрші майоппы дедің қызым жүгіріп келеді да қолыма қасық береді кішкентай қасық шайшоқтан басамын ғой аламын да шайшоқтың мына жағы ыстық қой етін басамын дейді күйдіріп жатсың жібере саламын сол сияқтыларды ауылда мен талай нешеге арқандап қойғанмын қазық деймін ғой көрші сөйтіп Майя дейтін шегім болды короче Майя дейтін есімде білемін айтқаным Майя дейтін шегім марқұм 9-шы класста оқимын апрельдің ба уақыты шөлдеген ба бірдеңе арқаны аяғын бүйтіп орап короче неғып қалғанмын көрші неғып кеттім өліп кеттім көршім бар братан оңында ешегі бар көрші ешкім білмей қойсын айтпаймын былай болса оң қорасы қорасын бүйтіп өткеннің өз үйіне бар
үйіне барып айқайлап жүрмін ғой, айқайлап болмай бір кезде пердені ашып қалдым, қорам пердесін ашып қалсам, анау есеппен болып жатыр деймін ба. Ебать. Басmadың ба? Есіп классас демекші біздің апай бар еді. Апай деген сабақтан қашырмайтын ғой. Сөйтіп? Bir күн сабақтың төртінші этажынан қашып келдім. Апай екінші этаждан көздеп келді, төртінші этаждан қашып келдім. Мен байқамай қалдым, төртінші этаждан қарап бүйтіп қашып келдім, өзі қашып келдім. Алдымнан күтіп алып, здорово деген апай келді. Орынбасар қаяққа барады сіздер бағы көрші. Бүйтіп келеді, бүйтіп қараған тура шекеме. Дәл осы тепе-шекке былай жүреді. Апайдың астынан сырғанап өтіп кетемін да көрші. Сырғанап екінші этажға өтіп кетемін да, екінші этажда секіп сабақтан қашып кетемін, прикинь. Сөйтіп Шомылға барамыз ғой. Автобус. Аптол. Коланы ма? Кола демекші, осы кола қашыға да. Бұл кола деген түпкі несі? Грузия ма? Жоқ. Грузиядан машина келу қалай болатын негізі, брат? Машина жайлы ма? Жалпы негізі о жақтағы тема, если қымбат машина, жақсы машина алғың келсе, көп ақшамен кеткен жақсы. Если ақшаң аз ба, сен москвичпен келесің ғой, шын айтқанда, інім. Жақсы кетіп жатқан сияқты, ғой? Жақсы шаймен, шай мен кола негізі сол деген. Кейбіреулер түсіне бермейді, ол нәрсені ше. Что там, не дейсің? Ана, белый тигр деген бар ғой. Е. Сонымен Тишон бар. Тишон негізі жалпы өзінің аудиториясы бар. Нормальный адам ғой енді ол ше. Қатты құп көтпеген ғой. Ана белый тигр дегенің енді чересчур құп көткен бір күні эфирде отырмын да мен ше. Осы нәрсені айтқым келіп жүрген, короче, білмеймін енді, менде блогер емеспін, менде аудитория жоқ, оған жеткізетін ше, әңгіме нашы кім жеткізетін білмеймін енді. Соны маған связа шығып жатсың ғой. Саған связа шығып айтып жатырмын, короче, көріп отқан ағайындар болса, енді үлкен ағалар болса, апалар болса, әпкелер болса, енді болмаса бір заң аясында жүрген жігіттер болса, походу оның орнына қою керек деп ойлаймын. Прямо эфирде отыр, порнографиялық, короче, әңгіме айтып отыр да. Қызды итем, бүйтем деп отыр да, короче. Ол мысалға менің қарындасым бар, сенің қызың бар, көріп отқан сіздердің қарындастарыңыз бар, қыздарыңыз бар, кішкентай бала-шаға бар деген да. Олардың алдарынан шығады қазір. Екінің бірінің қолында телефонда ананың аузына келіп отқанын айта алмаймын мен ше. Білмеймін енді, короче, ана қасында жүрген жігіттер, ондай нәрсе айтпа деп кішкене дұрыс бақыт көрсетпей ма, короче, оларға да похуй ма. Қазір ешкім жанын ашып отқан. Баяғыда қазақта бір жақсы сөз болғанда, ол сөз қазір қалып кеткен. Ел болам десең бесігің түзе деген. Әңгімен ашығына келген кезде да. Қазір енді ол сөзді бұлай бұрмалап айтуға болады, ел болам десең эфиріңді, экраныңды түзе деген. Сондай бәлелерді түземесек, ертең өсіп келе жатқан бүлдіршіндер бар емес па? Біз баяғыда білмейтін, ондай порно дегенде әңгімен ашығына келген кезде да. Екінің бірі. Ол бәле қай жыл ол өзі? Білмеймін қай жыл екен, мен өзім Шымкентке жете алмай жүрмін, маған қызық емес ше. Мен если Шымкентке жететін болсам ше, ат тастамаймын оны, западлы ол ше. Мен бірақ оның орнына қоямын да, көрші, отырсын эфирде, отырсын, хайпабайт етсін, еркекпен боқтасын, әзілдесін, басқа қылсын, не істесін, в общем ше, аузына келіп жаңа легінде әңгіме қозғамасын, короче. Маз-мож деп. Қызды үйтем, андай шеттен ұстап алып бүйтем, мынанда бүйтем. Ол болмайды, короче ше. Мынаны көріп отырғаныма белый тигрдің қасындағы жігіттер сана сезімдерің болса әңгімен ашығын айтайын ше. Кішкене ана дұрыс бағыт берсеңдерші, короче, сендерден өтініш. Мен қатты айтты демеңдер, бірақ ана тірліктерің ұят болды, короче, белый тигр тоқтатыңдар. Мен вообще түсінбедім, көршісі жоқ па, мынау қой ұят болды, сені менің қызым көріп жатыр, балам көріп жатыр деп айтатын. Ағайыны жоқ па сонда деймін да, мен ше, действительно бұл қойма деймін да. Сондайларды қосқанда 20 миллион болып тұрмыз ба біздің де. Атсасаң, содан 20 миллион болмай қойып, 19 миллион 999 мың адам қойшы. Азаймайды ау, негізі андай көп қолдай. Көбейіп барады, бара көбейіп барады. Көп қалай, ето, мен де хайпабайт ете аламын, мен де боқтап отыра аламын. Бірақ мен ертең артындағы ағайын туысқаным бар, менің өсіп келе жатқан інім бар, қарындасым бар деген әңгіме да. Ондай сана сезім жоқ. Асынан бүйтіп ше, тұра ұрсам ғой, тұрысқамшы мен ше, болмаса ше. Сен Тайландда да жігіт сезіп ашады ма? Білмеймін, номер қақтан ағам. Қыздан ағам бар, қызбен ақшайым жоқ болсын. Қондай жоқ болып кетті енді. Бәрі сезіп ашады. Бауырым осындай жол болу керек еді. Мен сол қыздың жігіт едім ғой дейді. Сен әлі соның жігітісің ба деймін ғой, короче.
сол жердегі ситуация бойынша маған связьға шығып тұрсың ба деймін ғой, короче. Иә. Сөйтсем, жалпы сол ситуацияда бар негізі өзіммен әңгіме бар, короче. Жол есейттім да мен енді. Не істеймін бауырым? За страховка команда жинап барайын ба массымен или қалай өзім барайын ба без страховка деймін ғой, короче. Мебель назаганса көп толсын деп ойлаймын ба? А? Мебель назаганса Соны айтып жатырмын ғой, родной мен мебельдегі адаммын, мен шаруадағы адаммын деп сөйтіп қоя тұршы айналайын деп. Сөйтсем, бауырым өзің келе берсең де болады, командамен десең де болады дедім. Сонымен мен айтамын, болып өзім барам бауырым дедім, короче. Мен жаным ақ қойған ғой, мен бірінші кездесуде ақ қойған адам. О да страх болған ғой менде. Өзім барам. Опель как положено, жуып шайып алғам. Опельмен бардым ғой. Опель. Үйден заттап алдым. Оны жемек қой, братан. Сұрау өтіп кеткен ауыртпасын. Сөйтіп үйден заттап алдым да бардым. Онымен көріш, барсам көріш, бір Хайландер тұр. 2019 ба? Екі BMW, короче, Питер тұр ғой. Сонымен бардым, Питер астын. Мен бір өзің келіп соң, дұғайсың ба не дейді, ішіндегі біреу же. Сонымен айттым, жігіттер дедім, көріш. Әр жерде мен бір өзім шакал жетпек дедім, көріш. Мен оған, көрочі, нақ мен қызымен сөйлесіп жүрсің деген әңгіме айтқан жоқпын. Қызымен отырып келіп, көріші, қыздың көзінше очко жинап, бауырларын, көріші, мені келіп қысып, өзіңкін айтып кеткен, көріші. Қайттан бұл мені шақырып тұр. Мен білейін деп келдім, көріші. Жектер шақал жетпек, конкретно любезно обращение болсын дедім. Базар жоқ, бауырым, дұрыс сөйлеп тұрсың деді, көріші. Қолымды алып, қай жылысың деді, көріші. Не аласың жылып дедім, көріші. Кеп тұрған кезінде, көріші, біреу Винчестер тақайды, көріші. Ұзым, ана Винчестер, Базға? Сөйтсем, қараңды ғой, сөйтсем, ана қараңды, жігітке көріші. Винчестер тақайды. Винчестер тақып тұр ғой. Не істеп тұрсыңдар, жігіттер деп тұрмын ғой, маза қашып бір өзім. Не істеп тұрсыңдар, жігіттер қолын жүріш бауырым, қашқан күннің өзінде де атады ғой, деп айттым да, жібердім да, Винчестерді аспанға қарай ұрдым ғой. Қолынан шықты да ма, басылды, баң еді алып, ұстадым, абрат кіріп кетемін, көтеріп тұрып қалай маған. Қадай, турана жерден. Мал болдым, ерекше деймін мал болдым. Қададым да, сол жігіт қой, екі жүрек қадап алдым ғой. Қададым, ана біреу бар қылсай жетті. Бәлі, қадыр сені алдым ба, шеше. Мен үйде жатқан кезде оқтың дауыс шыққан сол дауыс па? Братан, қыржақта жолықты қой, братан, пайды сүйен жақ, сол қыржақ. Басынан тепті бүй, қыладым мұзға сырғанап барадым ғой, сырғанап барадым, біреудің алдына сырғанап барадым ғой. Тоз бақты көтеріп Сені? Сол күді қыладым ғой. Мен бір өзім ғой, 3 машинаны жектер. Бірақ ствол шығарып, очко жинап атқан жаңағы маған ұзандаған жігітті бір қадап, бір кезадым беріп алдым да көрші. Жос көтерейін алдым, қадам, ұрдым, кетті көрші. Сен машинаңда қылыш па, садақ па, ол жерде садақ атладың ба? Жоқ, братан, машинада қалыш жатыр ғой. Бірақ мен машинаға жетпей талып тұрып адым ана жерде. Бля, уже талып тұрдым. Бір есім жинасам көріш, үстімен мұздай су шелек құйып адыр ғой. Бля, әш. Еғылдың пешістер лақау. Мұздың үстіне құладым, стойғыда көтерді ұрдым, көбіреуі кетші. Стойғыда құладым мұздай шеше. Пешістер не ол? Субай, су. Кәдім су шашып адыр ғой. Әррен тұрмыш. Сөйтіміш. Осы ма алып келген бешетің? Ма алдына не болған өзі? Мойке салу керек. Алды что-то түйсің. Ана, самой жерден өтіп келаттан кез атты ғой. Атты? Андай. Жіңішке көресің. Базука сияқты болды ғой, кинода көресің. Сондай жіңішкесімен атты көрші. Нау, андай екен, ақылды екен, андай малашы. Ақал теке десе? Андай көрші. Келаттан машинаны баллонға зиян тиіп атса көрші. Баллон көрші, үш кетеді екен сол нәрсенше. Осылай өткізіп жіберді ма, бірдеңе болды көрші. Оқ деген десе ошы ма? Мына жерден атты көрші. Өткізіп жіберді. До конца өткізіп алмады көрші. Мына жерден келіп, мына жерге ма тірелді да, анау тіреліп қалды көрші. Баллон бит қалды көрші. Біле осы да. Бит келатқан машина алдың баллон. Осы десе алып келген бешетін ме? Дубайдан алып келдің ғой да? Әдемі екен, сөз жоқ. Басқа? Багажда ақша. Оқ, анауында болғаны. Бар ғой, мен де білесің, пол аружы жүрем ғой. Ебадына, бартына өтті маған ше. Түсем інім саған ше. Баллон. Саған ше. Сыйлық өзіме не болсын? Төбелеске шыққан кезде жақсылап ағаң ба? Өшетте жүрген балдар жұмыс жасайды.
болмайды да бәке мысалға ше уже келін балаңмен дұрыс машинада кәдім ауылда жүрген кезде ғой то есть алматыда жүрген кезде бір светофорға келіп тоқтадым жанында бір жас жігіттер өзім қатар жігіттер светофорға келіп тоқтады сөйтеді да көріш екеуі бүйтіп қарайды алдында отырған екеуі сөйтеді артындағы екеуі де көріш терезені ашып барды алдында қыз отыр дейді ол неприятно көріш мужской солидарность деген нәрсе жоқ анашта қызғаныш пайда болды көріш сөйттім да қыз жақтың терезесін аштым да көріш содан жігіттер не болып қалды дедім көріш келінге көз салып тұр ғой соған алтын көрдіңдер ма дедім да не болып бауырым напряженный сөйлеп жатсың ғой дейді маған жоқ напряженный емес дедім да сендердікі дұрыс па шамалы логически ойлансаңдаршы төртеуің бірдесінен қарап тұрсыңдар қалай мен сөйлемейін деймін көріш Сен қызыңа ғой? мен сөйтсем тоқташы бауырым сөйлесейік дейді көріш болды тоқтаңдар дейді тоқтаңдар түстім содан жігіттер дедім не болды қыздың көзінде аш көзіне тұрсыңдар ма дедім или конкретно тірлік керек па дедім бауырым көріш сен біз дұрыс түсінбей қалдың қай жылысыңдар десем көріш 24 деймін 25 деймін бірдеңе айтып жігіттер жасы кезінде түсіндім гаражисыңдар деді қазір менімен ерегескеннен сендерге пайда жоқ дедім көріш база жоқ дедім мен мына жерде сылап кетіп тұрған шығармын бір өзім дедім да бірақ кішкене сыйластықта болады дедім да біреу тақалды көріш көп сөйлемейші анау мынау деп тұрады жай стол шығардым стол шығардым да енді здоровьен стол шығардым да тақадым да көріш бауырым дедім көріш бүйтіп сені алыстан қарайтын болсам сен маған сиясың дедім көріш сенің өміріңді мынандай нәрсеге құртайын деп тұр көріш жассың ғой өміріңді не қыласың тыныш жүрсе дедім көріш жанында біреу көріш шамалы жылдыңдап болды бір адам дейді давайыңдар бір салдым қыздың жанында жағаны тұрып Қызың не қылды дейсің? қызым не алды дегенде в общем андай ғой брат опель көріптісің ғой осымен короче сөйлесіп жүрген қызым ғой как положено каждый кездескен сайын пиона дейтін гүлмен барып кәдімгі мына жұмыс киім жоқ сақал мұрт жоқ ол шашты қайырып кәдімгі барам кездесуге шығасың ба деймін шығамын келе береді соны боп деп бара жатсам есігін алдында в общем сен сияқты хайландер мініп алған бір машина тұр да хайландер тұр да тура секіңдей бір адам соны ойланып әкесі ме екен деп уже мазақ ашып тұр ғой кім болады екен деп баруға жүрексініп тұрсың ғой есігінің алдында тұрған екен қарасам қызы шат та көріш жаңа то есть қызым шат та машинаға қарап бүйтеді көріш маған ба деп бүйтіп қарасам хайландер Таған емес қой таған емес бір адам нерв болғандай сөйтемін да көріш хайландерға мінеді отырады кім болды екен дедім жайла мен көрейін бұның кім екенін дедім айқай шу бастамай звондамай тұрып әкесі болып қалған шығар может хайландердің алдынан өтсем жігіт отыр сейіз отыр екен Сіз көтті ма? өтіп кәдімгі шатыр тайып давление болды муж ана қыз айтып қойды ма мен көріп қойды ма жігіті короче мен хайландер келеді да бүйтіп қысады мені короче хайландер келіп қысады мен шеше не болды мына хайландердан дәу хайландер сияқты біреу түсетін шығар дедім көрші ойландым дәу біреу түседі біткен жерім осы жер деп артта калаш как положено дайын тұр білесің ғой братан мен калашпен жүрдім қалада уақыт жоқ сонымен не болды екен түсемін машинадан түсемін көрші дәу біреу шығар десем мынандай қылтық біреу көрші джинсы киген қолын қалдын сабақ бүйтіп келемін кішкентай қылтық біреу көрші ұзын бірақ тырық та келді сөйлесіп еді строго ұрды ғой братан сылқ менде баз күрес дедім ғой айттым ғой сыздық ерлан дейтін ағайым қойып берген да короче маған обратно дейтін приемды ұзындарға әдемі өтеді ол ұстаймын да көріп кетемін ғой брат көріп кет қадайын ұрып жатыр едім шеше қалтасынан пневмат шығарады ғой пневматпен ашып қояды мені шеше мына жер содан кеткен ғой братан Мына оқ деген ба? ана больницадағылар қойып берді сосын ұрын қызым шығып ана шлюха короче давай дедім ғой кешірші мені кетіп барады менде артқында не жоқ тонировка жоқ ортадағы терезеден бүйтіп қарасам қызым артынан жүгіріп кетеді жоғалды шеше дегенсің ғой қалды сол жерде екеуі Қыз қалды мен просто көп машып кеткен бізде көбінесе интернет желісінде қарап жүрсің жігіттер әйелі болса да измена жасайды деп соны короче мен қой ондай жігіттердің қатарынан болмайын негізі жігіттер измена жасамайды ол измена жасатқызатын әйелдерінің өздері қыздарының өздері да мысалға ол нәрсені қыздар да әйелдер де жеткізіп отыратын болса күйеулері жігіттер измена жасамайды ары қарай айтпай ақ қояйын уже жеткізіп отырса деген нәрсені түсінікті шығар деп қоямын өзімше сондай бір адам жалпы не болған ба еді қатынас болған ба еді или болған жоқ ол қызбен постельный отношение жоқ біз некесіз тиіспейміз ғой братан сондай ма халал десе иә жаңа халал дей ма
биыл жаңа жыл халал болады. Халал болады. Я правда магазинге түсемін мен. Не дейсің, өткендегі ответкасы болды деп жатсың ба? Я братан, сен ё-ма, мен TikTokқа салып жүрсің ғой, братан ол. TikTok ауылдағылар шулап жатыр ғой, немене историяңды әркімге айтып жүрсің деп. Сосын? Ответкасы болды, братан ол. Шымкентте ғой, қалада Бәйдібек би дейтін парк бар, соқта. Баяғыда, сол кезде ғой, а? Содан кейін болған оқиға ғой да? Көктемнің уақытысы ғой, март болып қалған походу. Сонымен қызыммен жүрген Бәйдібекте. Кеш болып қалған ғой, кетіп жатыр бір кезде. Үш жігіт отыр екен. Бауырымды біреу тоқтатып, сонымен жігіттер маған ба дедім, сонымен ассалаумағалейкум деп амандасым, үшеу ғой кішкене. Аяқ тарттым. Ұрмайтын жар деген ғой, мужская солидарность болатын жар сөйтемін көріш. Бір таныдым ба деп қолымнан қысып, танымадым дедім көріш. Серьезно танымадың ба деді көріш. Түріне қарасам, құлағының мынандай шетінде шырайым тұр екен көріш. Өткенде атқаның ғой кавашникпен, ә? Сол атқан екен көріш. Сразу есіме түседі сол братан. Ай жерде жігіттер, значит мен қызбен жүрмін, мужской солидарность болатын жар. Сосын сөйлесейік деймін көріш. Тыңдамайды. Сходу ұралдым мен. Сосын? Бір удар береді. Потеря отыр, көзімді ашқам сөйтіп, екінші удар келатыр. Менде бас күрес та. Қазақша күрес қатысқан, борец болғанмын да. Абрат кіріп кетемін ғой. Абрат кіріп кетемін да, көтеріп, оны қадап ұрып атқан кезде тура ана жеріне шақ удар тиеді ғой братан. Тепті ма? Көзім қаралып кетеді. Тепті-ау деп ойлап дейді, басын дейді, көтергенбіз ғой шеше. Аса мен атып тұр ғой. Ебай. Екінші рет атады аса, тура ана жеріне. Басыңа тие ма? Дөң етті, құлаймын көріш. Құлап басым кәл. Істемейді, короче, көзімді ашамай жатырмын ғой. Не уатыр. Бір көзімді ашып қалсам бір ұрып жатыр осылайынан. Сені? Қалтамда бабышкам бар тұр, баяғыда білесің бе, пышағы бүйтіп ашылып жабылады. Алдым да ашамай жатырмын ғой, шамам келмей жатыр енді, ана екі жерден атқаны бар. Аштым, бабышкам аштым да біреу тура осы жерден ұрдым. Тамақтан ба? Тамақтан. Еба. Қан кәдімгі деп айқайлап жатсам, қан аузыма су болып төгіліп жатыр ғой. Ұрып атқан адам на месте тоқтады дейді. Мен де бүйтіп потеря болып қалдым өзімде, шок өз астынан тұрып қалдым. Ана іште ұлттық алаңда жүретін жігіттер бар ғой, формада жүрген. Мен келді, короче, қызым, ойбай, менің жігітімді ата ау деді, короче. Қыз тастап қашқасың ғой, шеше. Жан керек қой, қашып кетіп онда. Атты дегенге қарап отқан жоқпын, бірақ кейін үйге барып шекемді қарасам, шекем деген байт болып кеткен ғой, братан. Мынандай айырылып кеткен ғой. Осыны әкесін ауыз егесің. Інім ғой келе жатқан. Әңгіме соят бұл. Қазір әңгімесін тыңдайық бұны. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Жақсыздар ма? Уалейкум ассалам. Қалай братан, жақсысыңдар ма? Жақсы, аман сен. Че там? Не жаңалық Алматыда? Өткен Алматыға кетіп, таксовать етіп келді деймін ба? Алматыға таксовка жасап келген братан кішкене. Не қызық, баяғыда бізде 18 жаста сол таксовать еткен. Не деген қызық болады ғой, не қызық. Қызы да кездеседі, басқасы да кездеседі. Суаған да кездеседі, бәрі кездеседі ғой. Алматыда бір күн бәлә, братан. Ергеше деймін. Не жат? Рауан деген досым бар, сол жігіт біледі. Мен звондап дәлелдеп бере аламын, қазір сағанша видеозвон айтқанша. Короче, кетіп баратын бір таксиден ғой енді, клиент шақырады, барам, отырып, қыз, короче, здрасте деймін мен, орыс. То есть ол кісі отырып келеді, здрасте дейді, короче, мен де здрасте деймін, мен бүйтіп қараймын, ортадағы айнамен бүйтіп қараймын. Әдемшілеу екен қыз екен де, көрші. Бірақ қыр мұрын деген, ойда ештеңе жоқ, кетіп баратын бір кезде. Қоқилау ма? Девушка, вы знаете казахский язык деймін, короче. Не знаю, но понимаешь дейді, короче. Да, давай дедім, сөйтем де, короче. Мен қазақшалап сұрақ қойып келатым да, сөйтем де, короче. Девушка, постельное отношение было деймін, короче. Анаған ба? Таксиге мінген қыз айтып отырсың ба? Түнде ғой, братан, о жақ деген жастардың қаласы, еркін қала. Смело общайся ете бересің ғой, тем более орысша сөйлеп қоясың арасында ше. Сөйтесің да, сөйтіп, короче. Сұраймын, короче, ты че нахуй? Гонишь, что ли? Я не девушка, я транс деймін. Былай амайтқан, бүйтіп келе атқанмын ғой. Былай шошып қарағасың ғой, тура ана жерде, сигнал ана жерде, травмат макар бар. Травмат макарды аламын да, көрші. Сырт оқтаймын да, көрші. Айдап келатым, жолдың оң жақ бетіне тоқтай салам да, көрші. Бұрыламда атамын ғой, көрші. Мау шешек. Транс болмай тұрып, көшеде жүрген бәле екен, көрші. Макар жоғары қарап, қолын ұрып жібереді, көрші. Ұрып,
бұрылдым да аттым короче жоғары қарай көріп потолокқа тесілді арендада жүрген машина ғой Макар 2 рет басып жібердім шошып кетіп басып жібердім анау шеше транс неген короче шамал шеше ептілеу ма спортсмен болған ба бүйтіп жатыр еді шеше екінші қолыммен алдым да отверткіні алдым ғой шеше отверткіні алдым да шеше Макар тастадым қолына шеше жақындап бүйтіп кәдімгі созылдым ғой создым да ертесінде машинаның қазайын хайп-айтып шығарып алматыдан да безгезі көрші лучше не білім көрсеген дегенсің ғой братан сол кезде айттым ғой саған алматыда жоғалмай ақ қойшы ақтауда қалыш деп тыңдамағаным тамақ шайпай ішеміз ба шик қарнаш бітші баняда че там мына қалтаңа не салып алғансың әнім не салып алғансың қалтаңа көрсетуге болмайды ғой ішіне не салып алғансың болмайды деймін айтшы не көрсетіп кетеді не көрсетіп кетеді айтшы бұл айкен пакет қой братан бұл не үшін не салып қойдың оның ішіне айкен пакет бар бизнесмен ағалардан естіп жүрмін алматыға бір пакетпен келдім дегенше пакет айкен пакетім дайын ішіне ақша жинап жатқаным бар енді сондай ма осыны толтырамын да кетемін көктем жағдай қалса алматыға айкен пакет дайын деп істеп кетпесін байыдың ғой болды байыдың дұрыс кетемін мен алматыға деймін араласпаймын ешкіммен хабарласпаңдар маған зат не твой уровень дорогой дегенсің короче мінім мына машина сен мініп жатсың ғой енді құдайдың қалауымен енді машинаның жағдайы да сәл тозыпты да сол тозғанына байланысты мына шетін мынаны в общем баллон заммен жасап жақсылап жасатып алсайшы соған өзімнің нем болсын мінсейші ішіне в общем мінім мына чехолын заммен жаса мына в общем химчистка полный машинаны сықитып жаса жақсы ма менің өзімнің нем болсын саған деген жаңағы мына жерде 800 мың теңге в общем полный жасатасың есіңше жетпеген ондай болатын болса маған айтасың жақсы ма от души міншейші машинаны деп жүрген машина бұл нан тауып отқан машина болғаннан кейін жақсылап жасат жақсы ма в общем вложение бөл деп тұрсың ғой машина болмайды тоғыз марок короче ана шіріген пірген полный жасат полный полировка беремін машинаны қойшыш неге жөндетуге қой үстіне алькантара тартамын в общем әдемілеп машинкалердің бәрін шешіртемін да химчисткаға беремін короче қыз мінген кезде ұялмайтындай екі слой обычный құрамын айтпақшы өткендегі не қылдың ана өткендегі атыс болып кеткен сол не қылдың өзі нені атысты не атысы болмайтын атыс қай сен сондай ма мынандай пақылдақ бар емес па сонымен келіп қасыма келіп терезе ашып тұрып жаздың уақытысында лақтырып жүрді типа ана арғы бетте біреу ойыншық бүйтіп не винчестер ұстап алған атылды анау бүйтіп қойды алып тұрдым да не твой уровень дорогой дегенсің короче ана өзің бля мынаны бүйтсейші мына машинаны жөндетуге қойғаннан кейін мынаны айдап кет машинасымен жүре берейін ба айдап кет сенің машинаңмен мен онда бүйтсейшісің үйдегі мен бес жетім мынаны аламын мынаны қазір айда да сен білесің ғой жаңа нені сол жерге апарып мен сенің артыңнан мен жүріп отырайын да одан кейін сен үйіңе алып тастайын болды давай мен 5 жетімен алайын не деге қанша күн істейсің әлі мынаны созылып кеткен жоқ па інім тездетіңіз шешін мынаны уақыт деген өтіп жатқан жоқ па қашан бастадың бұны братан жұмысшының дейді еңбек ақысын теріс қатпай тұрып бер дейді терім қатпай тұрып еңбек ақын бер мынау бітеді сен бермей жатсың әңгімені аша сосын мен созып жүріп не істеймін енді значит мына жақтың еңбек ақысын төлегем ғой мен мына екеуінің еңбек ақысын төлегем сол үшін мына бітіп қалды ма сонда інім олардың жүргеніне 7-8 жыл болды мен жүргеніме 1-ақ жыл болды конкретно дұрыс па айлық уақытысы нешесі білмеймін мен оны айлық уақытысы нешесі соны айтшы маған мен ондай нәрсені түсінбеймін жоқ сен қазір как она есть айтшы объяснить деймін а обосновать етіп берші оқымаған вообще оқымаған қалпақша сөйлеп жүре берсең
айдаға иә. Болады деп қойсайшы. Айт. Ой, кеттім. Ажал қайда бүйтіп өлсіз. Алғасын абай дейді. Өлесің түн ішінде 5000 теңгеде деймін. Көмектес анаған. Екеуі бар жерде үшеуі болып жағаласпа дейді. Третий вечный деген бар. Сымдау ма сәле. Қой жеге кеттім мен. Аманшылыққа. Іске сәтті. Ажал қайда? Пышақ алып кеткен жоқ па? Сол 4 минут шыдай тұр деймін да ше болғанша. Бұл бүйтеді ғой маған. Бір не қылайық дейді да, короче, жандырайық дейді да ше. Мен айтамын, қой 4 минут шыдай тұрайық деймін да. Сосын жандырамыз деймін да. Маған болмайды негізі. Одан кейін де болмайды негізі, білемін. Тәубеме келіп жатырмын қазір. Сүріндің бе, құладың ба? Ондай емес қой. Сүрінгенмен бүлінгенді сөз етпе дейді. Сен де тұрсың, мен де тұрмын кезекте дейді. Жұрттың күнә еткен, көрдің, тәубе еткен, көрген жоқсың дейді, ахи. Болды, иншалла. Дәрет алып, дайындалайық онда. Не болды? Кісі болып қатайып қалыпсың ба? Не қылды? Қаш. Не қылды? Анам қарашсын. Қайсы? Мынау ма? Сен бас сеп отқан? 18-ге толған қыздай болып тұр ма? Конечно. Өзі мұздай. Конечно. Нан қара сен. Қайсы? Енді чуть-чуть плюс 18 әңгіме айтам, шешінген қыздай болды нан қара. Мұнан ішін ба? Шетіп кеткенбіз. Вышел деп ойлайды, а на самом деле оның артында, короче, доқ жатыр да. Шит та, шит. Бас қайда жатыр. Сен ғой? Осыны істеген екенде шіреніп тұрасың, демалама, әйбетші. Кешке гарлашадым. Соны айтады. Таксистсіз ба? Такси. Неше жыл болды такси айтатын? Где-то бір 45 жылдай болып қалды. Ана обойнаға кавашның оғы теген ба алдына? Наған ба? Жоқ, бір балдар таксовать етіп жүрген кезімде ғой. Клубтан шыққан балдар, жас балдар. Сосын? Сол балдарды алып алғам, сонымен көресіз. Аға бір клубқа барайық, в общем, бір точкеге барайық, кіреміз де шығамыз, сөйтіп, короче, не қыламыз еді да, не аталды. Үйге қайтамыз деп болды дедім. Болды деп бір клубқа бардық, 3 бала жүгіріп кіріп кетті, бір кезде үшеуі бір-бірінің есікті ашып, үйде қашып келеді. Қашып келіп, біреу алдынан артынан 2-3 бала шықты, біреу шықты да артты көріп, бетіп қойып, тура ана жерге тиді ғой. Тура ана жерге. Білмеймін, ана клубта қырылып қалған ба, врагтарым ба, бірдеңе көрші, тура ана жерге тиді да. Немен аттан білмеймін, револьвермен атты ғой, походу. Шынақ кетті, короче. Сонымен аналар келді, аға айда деп отыр ғой. Шешеңнің амандықтарын тілейін. Түсіңдер шешем машинадан не істеңдер мынау деп. Ана екеуі жүгіріп алдын тоқтады. Братан деді, мен жігіттер таксимін деді, мен әңгімені ашып. Жігіттер мен таксимін деймін, араласпауында деді, түсіріп тастады, түсіңдер ана түсіпті. Қырылды көрші. Үшеуі қашты, шакал кеткен ба бірдеңе қалды. Не захуанады, жоқ болды. Айна, түсініп кетті дейсің ғой да? Содан әлі жүр ғой. Ше қылмасын, өзіңе тимесе болды, главный. Тимеді, мынау мықты екен қайта ше, германский ше. Лаган. Тиген кезде біттің Тиген кезде ана прямой келіп, тура ана жеріме келіп қадалайын деп тұр ғой. көріп қаласың ғой, Өліп қалам ғой, ема. Не, қанша табасың күндігіне таксовать етіп? Күніне так. Бензинім бар, 15.000 теңге. Обед, завтрак, ужиным бар, 5.000 теңге де 15.000 теңге, 30.000 теңге болды ма, оларды табам, одан кейін үйге шай пайға нампанға бір 5 теңге, 6 теңге қалады. Яндекс ба? Или бұлай ма? Жоқ, Яндексім құлтан қалған алдында сол балдардың тірлігінен кейін. Жалып жасағың ғой да? Жалып жасады ғой. Мен маған жүр деген кезде мен жүрмей қойып едім ғой енді Яндекс тұрған. Таза ұстайды екенсің машинаңызды. Қошым келді. Қошым келді машина. Машина таза ұстағанды таза ұстау керек қой негізі. Машина деген нәрсе болмайды. Нан тауып жүргеннен кейін жоқ. Таза ұстамасаң да болмайды да. Өзің күтіп ай дейді екенсің, иә? Молодец, жақсы. Сөйтіп отқанбыз ғой. Кеше ана қыздың темасы не болды? Ана, кеше Хайландермен не қып кетті деген ба. Ол қыздың темасы долгожданный история болып кетті, прикинь. Оған әкесі біліп қояды. Әкесі, короче, мына жақтан нормально жоғары жақта, короче, сөйтіп маған связға шығады, короче. Жоғары жақтан маған связға шығады. Балам қалайсың дейді, короче. Таныдың ба дейді. Жақсы шүкір. Танымадым, кім болады екенсің? Осы қыздың есімін айтып қойшы сен. Біреуін танисың, біреуін танымайсың дегенде ұят болады деп еді.
сонымен короче осының әкесі ма аяқтан жан кетіп қалған ғой аға деген соң айта беріңіз аға не болып қалды деймін ғой сөйтсем Аға сіз ата демейсің ба? мен бір жанып кеттім ғой бір адам аяқтан жан кетіп қалды деп адам сияқты айтып тұрмын сонымен үшін Сосын? не қылады ғой қызым осындай қылып сені ренжітіп қойыпты төбелесіп қалып тұрсыңдар мен ана жігітті танымаймын бірақ сенің суретіңді көрсеткені бар еді дейді короче үйге келіп дастархан жайып отырып дейді Сен соны айтқан ғой үйіне. енді айтқан ғой ана жерде осындай болды ана қыз айтып тұр ана жігіттің короче машинасына қызықтым оказывается короче чо деген ғой короче таяқ жеп қалды ғой ана баладан деп папасына айтқан и папасына короче нормально толковый жігіт керек болғанда короче күйеу балам мынау деп басын көтеріп айтатын сонымен болды деп үйіне барсаң короче бұрышта қыз сұңқиып отыр бүйтіп Қой, сосын әкеткен екен де. кірдім да ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам Жаңа атаң ғой. есіміңді ел естісе ат үркейтін азамат екенсің дейді ол маған Ебай, анау қара сөздерден жіберіп жатыр енді көркем здоровый екен қымдырлетейік деп үлкен қызбен сөйлесіп жүрген ғой здоровый сонымен бір қыз сұңқиып отыр тұрды да жан деп жатыр еді сенімен кейін сөйлесемін дегенсің ғой жаңа ұстап алған кезден кейін сөйлескен жоқсың сен қызды. сенімен кейін сөйлесемін дедім әкесімен сөйлесемін әкесі келді мамасы дастархан жайып отыр тамағын іштім енді су ішкен құдығыңа түкірме деген бар ғой көке дедім да осы мен ашын айтайын сіздерге рахмет мен жасым кіші болса да елеп ескеріп шақырып жатқандарыңызға бірақ жүрек шіркін қызыңызды қаламай тұр дедім Ебай, ер азаматтың жылағанын көрмеген мен ана жерде ер азаматтың көзіне порша жас шықты Әкесі ма? айта алмаймын Сен жақсы істеген екенсің негізі. енді істеймін ана жерде енді Сен негізі дастарханнан үлкен емеспін үлкен шақырып отыр бір жағынан жалпы өзің сүйетін қыз еді ғой, жақсы көрген қызым ғой әдемі қыз болсың да? болады енді де қоямын болады енді де қоямын сондай болған үшін енді әкесі кейін кешірім сөзін бөлейін өткенде сенің жаңа некесіз тиіспедің дегенге ше соған қошым келді ғой иә тиіспейміз ғой соны әкесі де короче не қылған ғой короче қалай естіп отыр ғой бәрін хабардар болып отыр зато сен қазір онымен қосылмайсың зато сен тазамын тазасың да любой қыздың көз жасына қалған жоқпын әкең ауыз қыз менің көз жасыма қалып кетті ғой деп жиырма екің келсе маған гүлдерім кетті ғой деп отырсың құрсын әкесі бәле жалаң бер сонымен кетсін деп отырсың басқа қыз табуға тілектеспін іншек болды братан сау сен табасың сен негізі табасың әп әдемі жігітсің дубайдан түсірсем ба деп отырмын дубай секілді дей ма дубай секілді Чо там інім? Жасыл ұнай ма саған? ұнайды братан жасыл киім негізі бұл жалпы түсіне тамалы ғой жасыл ар жағын айтпай ақ қояйын енді қатты білімді емеспіз ғой жасыл киім өзіме ұнайды аяқ киім жасыл курткам жасыл машинам түсіріп қойшы машинам жасыл ішінде толстовка жасыл портмені жасыл деп қоясың ғой О, жасыл түсем дейсің ғой да? мен үшін өмір братан зеленый болу керек қой короче өміріңді қиындатқызбау керексің ғой черный красный не надо только зеленый вперед 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 давай короче